Күні кеше Шымкенттен үлкен шу шықты. Кеше кешкісін Шымкентте қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовті атып кетті. Бұл туралы бірінші болып Михаил Казачков телеграм арнасы хабарлады. Көбіңіз алаңдап, қалың сұрап атқан Русланның жағдайы өте жақсы деуге болады. Сауығып келіп жатыр, есін жинады, ота сәтті аяқталды. Бірінші аққалатты абзал жандар дәрігерлерге алғысымыз шексіз деп айтамын. Қазақстандағы білікті дәрігерлердің арқасында ота сәтті аяқталды. Ары қарай болса да дәрігерлердің қарауында болады. Енді айта кететініміз, жалған ақпараттар, қауесеттер өте көп. Бұл қауесеттерге, жалған ақпараттарға сенбеулеріңізді сұраймын. Және де аға әпкелерімізге оны таратып жатқан ағайын, бір қазақпыз ғой, жалған ақпаратты таратпайық. Ол әркімнің басында болатын дүние, сондықтан әркім өзінің жалған ақпарат таратпай, құзырлы органдардың берген ақпаратын таратса деймін. Абырой болғанда шенеунік аман қалыпты. Қаскөй Руслан Берденовті өлтіргісі келді ме? Тараған ақпараттарға сай 3 рет оқ атылған. Телеграм арналарда тараған мәліметке сай Республика партиясының өкілі Шымкент қаласының тұрғыны екен. 1994 жылы туған Жиенбай Ернар Жиенбайұлы делінген. Тұрғын үй Шымкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде маман болып жұмыс істейтін көрінеді. Әкімдік ғимаратының жанында қызметтесі болған деседі.